Кайырлы кеш, қалайсыздар? Айгүл апай, қалыңыз қалай? Қалған кісілер қосылып жатады. Бізбен жасаймыз. Енді бүгін армандар картасы практика түрінде жасаймыз. Біз бірдестен жасамас бұрын бірнеше жаттығулар жасауымыз керек. Қазір сіз менімен бірге отырып қайталап отырыңыз, иә? Одан кейін м, ары қарай жасай береміз. Так. Енді қазір психосоматика бойынша бір техника жазайын. Мына техника С дегенде болып кетіпті ғой. Жарайды. Сондай болып тұрады. Ал енді мынау не бойынша қазір біз армандар картамыздың бәрін дайындап қойдық қой. Енді қазір қолыңызды басыңыз артыңызға қойыңыз, былай тарақтап ұстаңыз да қойыңыз, артқа қарай қоясыз. Одан кейін басты жылжытпай, көзді ғана оң жақ қолыңыздың шынтақтың ұшына алып қарайсыз. Былай. Бір минуттай бір денеңізде бір сигнал береді. Есінесіз ба, түш көресіз ба, ана кісілер келіп жатыр екен, принятие. Бір минут қарайсыз. Бас бұрмайсыз, тек көзбен. Бас бұрмаймын, тек көзбен, Жоқ, иә? басыңыз тіке тұрады, көзбен. Бір сигнал берді ма? Біреулер есінейді, біреулер терең тыныс алады. Сізге сигнал беріп жатыр ма? Мен андай қатайып алдым ғой деймін. Бос ұстаңыз. Демала алмай алдым ғой. Жоқ, бос ұстаңыз да, просто қолыңызды ұстап тұрып осылай. Оң қолдың шынтағын ұшына қараймыз. Қоссаңызшы. Басып қимылдатпаймыз, көз ғана. Не берді? Қандай сигнал берді? Ешқандай сезіне алмай отырмын мен. Жақсы, жақсы, сіз волноваться етіп жатқан шығарсыз. Келесі шынтаққа қараймыз. Көзбен. Аяқ бос, дене бос, просто көзбен қарайсыздар. Бұл техниканы қатты бір нәрсені уайымдап отырған кезде, бір нәрсеге қатты ашуланып кеткен кезде болады ғой, сондай моменттер болды ма? Сол кезде өстіп бүйтіп қарайсыз да, солай көзбен жасайсыздар, жақсы ма? И сізде есінуіңіз мүмкін, или жаңағыдай ішіңізде терең дем былай деп шығуы мүмкін. Сондай не Мен жасайсыздар. есінедім. Мен де есінедім. Иә, есінесіз, көп адамдар есінеді негізінде. Енді Мен есінедім. біз картаны бастамас бұрын 2025 жылға рахметімізді жазуымыз керек. Жаңа сіздерге айттым ғой, бір қағаз или блокнот, мен қазірше қағаз бен ручка алдым. Осыған 2025 жылда болған жақсы сәттеріңізді ғана жазасыздар. Мысалы, шетелге барып келдіңіз ба, басқа жұмыс орнын ауыстырдыңыз ба, ол жақта негативті ойламаймыз. Сізде өзгеріс болған, сізге қуаныш әкелген сондай сәттерді жазамыз. Бір, екі, үш, қанша, 10 ба, 20 ма, жаза беріңіздер. Қазір бәрі мен де жазамын, сіздермен қосылып бірге, ал жазыңыздар. Бастап жазыңыздар. Мен бір кішкене музыка қойып қояйыншы, сіздерге кішкене настроение көтеріп отыратын. Түсіндіңіздер ғой, иә? Түсіндім. Басынан январдан бастаңыздар. Көп не болды ғой. Соны жазуымыз керек. У вас есть финансовый опыт? Бисмилля. Сұрақ болса қоя беріңіздер.
Менде данный момент ручка не жок, заметкеге жазсаңыздар да болот. Мен Мгм. заметкеге жазсам, менин ручкам паспорт калыпты. Нече жаздыңыз, Айгүл апай? Мен алтау жаздым. Что-то аз Жакшы. ба? Январдан прям январь, февраль эсиңизге түшүрүңүздөр. Январда не болду, февралда не болду? Жакшы нерселерге, жакшы болгон окуяларды жазып, сону рахмет айтамыз. Шүкүрчүлүк да. Рахмет ушул көргөнүмө деп. Мгм. Өзүңүзгө кунду алтын алдыңызбы, унта жазыңыз. Карыз Мгм. калсаңыз да. Жаңа билим алсаңыз да. Балаларыңыз жетістігінде жазсаңыз болады, балаларым осындайға барып келді, орын алып келді депші. Айдос Америкаға барды деп жазуға бола ма? Болады. Ұлдарыңыздың жетістіктерін жазыңыз. Ол сіздің қуанышыңыз ғой, Мгм. бала сіз қылған. Иә. Мгм.
бүттіңіздер ма? Әлі бар ма екен? Мен 21 жаздым. Ой, тамаша. Мгм. Есіме түскені. Тағы ойланып көріңіз, асықпай, уақыт бар. Жұмыс істеп тұр ғой, иә? Тіпті. Аха. Жаздық па? Аха, Біттік па? аха. Жақсы. Енді мынау 2025 жылы қарап отырсам, өзімде қарап отырмын. Өте керемет жыл өтіпті. Өзіміз байқамайды ғой, тек қана қиын сәттерді ғана еске алып аламыз біз адамдар да. Жақсы сәттердің бәрін ұмытамыз. Мысалы, бір адамға қанша жақсылық істесең, бір нәрсе жамандық емес, бір болып қалады ғой енді адамда. Сондай жасалып қалса, сенің жамандығыңнан, сонша жасаған жақсылығыңнан бір жамандығың жеңіп кетеді. Сол сияқты мына біздің миымыздағы енді мидың өзі несі сондай, жұмысы сондай. Енді біз оны түзетіп келе жатырмыз, жөндеп келе жатырмыз, жақсы бағытқа қарай бағыттап келе жатырмыз. Енді қазір тек жақсылыққа қарай бет бұрып, рахметімізді жаздық. Енді біз 2025 жылда жаңағы өткен опыт қой енді бізге. Опытымызға рахмет Иә. айтамыз. Енді 2026 жылға жаңа арман картасын жасаймыз. Енді оны қалай жасаймыз? Мына жерде көрініп тұр ма? Менің Анық емес, иә, бірақ көрініп тұр. анық емес пе? Мен бұны қазір WhatsApp-қа да жібере салайын, иә? WhatsApp-қа да жібере Аха, салайын, сіздерге анық көрінбей тұрса. Бұл жерде біздің жаңағы дайындаған фотоларымыздың реттілігі көрсетілген, қалай қоюға болатынын. Қазір мен чатқа да жіберіп қойсам, сіздерге көрмесе сөйлем үлкейтіп көрсеңіздер де болады. Бұл жерде 9 бөлік деп айтқам видеода, иә? Мына бірінші аха, мына жоғарғы жақ, мына ортасында сары тұр ғой, дәл ортасында сары. аха, Ол жерге біз өзіміздің фотомызды қоямыз. Мен мынандай фотоларды дайындап қойдым. Мына аха, дайындап қойдым. Соны өзім фотом. Өзім фотом. Мына фотоны ортаға қоямын. Дәл аха, ортасында. Мен ватман немесе плакат деп айтамыз ғой. Соның немесе мынандайдың А2 форматын таңдадым. Мынандай қылып. Рамада тұрсын, мен видеода айттым ғой, мен сондайға қарап қалғаным өзім. Негізі сіздер қарамасаңыздар да болады, ондай қатты қарағым келмейді ондай нәрсеге деп та. Оның ішінен артынан мынандай не шығады, қоңыр шығады да. Мен қазір мына жерге видеоға былай бұрып қоятын шығармын. Мына жерге дәл ортасына мынаны 9 бөлікке бөлеміз. Былай. аха, 9-ға бөлеміз. Мына дәл суреттегі дәл ортасына өзімізді жабыстырамыз. Сіздерде егер плакат жаңағы ақ ватман болатын болса, ортасына мен деген жерге менің денсаулығым жақсы,
мен жаңағыдай өзіңізге не тілегіңізге тілек жазасыз өзіңізге 2026 жылға деген тілегіңізді. Менің жаңа жолым болғыш, мен фигурамды сақтадым деп әр бөлікке жазамыз. Бірінші өзімізге жазып алуымыз керек. Мына фотоны астына қалу керек та ол. Астына қалу керек. Мен прям мына қағазға жаза беремін. Сіздер қазір осы бөліктен, бірінші осы бөліктен бастайық. Мына 9 бөліктің дәл ортасына бірінші өзіміздің фотомызды жабыстырамыз. Енді фотоны қазір қырқып бастаймыз ғой. Сол кезде бізде мынандай острый углдар бар ғой. Қырқан кезде мынандай острый углдар көрініп тұр ма? Иә. Өшіре салайын ба демонстрацияны? Демонстрацияны өшіре салайын ба? Демонстрация экранын өшіре салайын, иә? Қазір попробую. Содан жазып алайықшы. Слава. Богатство, слава ма? WhatsApp-қа жібердім ғой. Жібердіңіз ба? Ана зумнан шығып завершить емес, просто свернуть етіп кірсеңіз кіре береді. Зумның жақсы жері сол ғой. Кіре бересіз. Ну ладно. Келесі несінен шығарам. Мында острый углдарын овальный қыламыз. Үшінші. Өйткені мынау әлемде острый углдар негізінде болмау керек деп айтады да. Сол себепті мынаның ұшын прям мындай алып тастайсыздар. Просто міне осылай бүкіл 4 жағын. Острый болмау керек та. Қазір ең кіргендер қандар, қазір біз бүкіл дайындаған суреттерімізді қиып аламыз. Одан кейін ең басты негізгі өзімізді қиып аламыз, бірақ бізде мына жерде үшкір нелер ұштары болмау керек. Иә, овальный қылып кесе аламыз. Бүкіл барлық суреттерімізді қиып алайық. Одан кейін жабыстыруды бастаймыз. Бірінші қиып алайық. Одан жабыстырып тастаймыз. Сіздің A3 форматыңызға сыяды ма, Айгүл апай? Ол A3-ға сыймайтын сияқты. Қасына қоса алмайсыз ба бір скотчпен? Скотчпен қосайын ба? Бар ма қағазыңыз тағы да қосып көрсеңізші. Қағазым бар, соны қосамау, а то қазір суретімді болып A3-ге сыймайды-ау. A3 өте сыймайды кішкентай. екен. Сіз қанша сурет шығардыңыз? Қанша сурет шығардыңыз? Ойбай, 30 сурет бар. Үшеуден тағанда бір. Қазір оны іріктейміз алдағы уақытта. Бәрін жабыстыра бермейміз қазір, кішкене қиып алайық. Мен бұрын сөйтетінмін көп вообще. Бәрі керек сияқты ма? Иә, бәрі керек. Бәрі қажет сияқты ма? Бүгін жұмыс күніне бәрі тұра алмай жатқан сияқты. Аха. Бір әдемі уақыт болды мынау ше. Сіз андай не қостыңыз ба? Запись? Запись қосып қойдым. Дұрыс. Сразу жіберем ғой. YouTube-қа салып, ссылкасын жібере салам, сізден памяттеріңізді алмас үшін. Қалай өткен проработкадан кейін, апай? Күшті болды ғой. Басылыңыз ба? Өзім прям. Қыздар звондады ма сізге? Хабарласты ма? Қай қыздар? Біздің мектептің қыздары. Жоқ. Али апай, Азиз апай. Бір келіп кетті Али апай, бірақ жоқ, не алмады. Біз жұмыста қарбалас кетті ғой. Соны өткенде мен айтқанбыз, кездескенбіз. Соны апайларға айттым, осы мен трансформациядан өттім. Прям енді супер несі деп ше. Жоқ, өзіңізге қалай дегенім ғой, өзіңіздің ощущениеңіз ше. Чувство өзіңізге. Тыныштық қой. Тыныштық па? Душе спокойно ғой. Сол күй жақсы ғой, сол күйде
Сиз де дұрыс шешім қабылдайсыз, дұрыс әрекет жасайсыз. иә. Андай душе спокойно, М, артық не жоқ, уайым жоқ, артық уайым мгм. мындай жоқ ше. Қыздарға айтқам мен, қыздар. Али апай біледі екен ғой онсызда. Әли апай инстаграмды көріп отырады екен. Сосын осы суреттің бетіне бар ғой, менде стекло жоқ та. Скотчтап тастауға бола ма или керек жоқ па? Глянцевыйға шашсаңыз тұра береді. Ештеңе алмайды. Если хотите, можно, оның шектеу жоқ оның. Просто бұл алға қойған мақсаттар көзге көріне берсе, күнделікті қарбалас күйден кішкене фокусты бұрады да. Мгм. Күнделігі ананы ойлап, мынаны ойлап, ұмытып кетеміз ғой. Мгм. Сол кезге бізге еске салып отыр. Көзге көрінетіндей біліп қойсаңыз болды. Өзіңіздің бөлмеңізде. Содан жаңа сіз ана 2025-ке рахмет жаз дедіңіз ғой. Иә, иә. Соны деген жазып атып басында кішкене есіме түспей тұрды да, сосын тоқтамай бірінен кейін бірін жазып жатырмын да. Ішімнен ойлап жатырмын, адам деген көрінбейтін сияқты да, Мгм. бірақ деген оказывается жақсылығы өте көп болыпты ғой деп ше. Сол ғой, айтып отырмын ғой, біз анандай тек негативті есімізге алып аламыз. Иә, Позитив бәрін ұмытып кетесің ғой. сондай екенбіз, иә. Адам өзі неге сондай екен. Сөйтіп алдайды да адамды. Сондай обидно, иә. Тоқтай алмай қалдым ғой жазып. Иә. Что есіңізге түскен жақсы. Кейін ұмытып қалсаңыз кейін де жаза берсеңіз болады. Қазір кейін болады ғой, кейде жатсаңыз, мынандай болды ғой, еще тағы да деп келеді. Есіңізге түседі. Иә. Қазір андай басталды ғой. Сондықтан сізде есте қалғандарын жазса, кейбіреулер кейінірек еске түседі. Мгм. Ана адамға өзің ішіңдегі жақсылығыңды айтшы, сен қай жағынан жақсы десең қысылып айта алмайды да андай. Ой деп ше. Мгм. А сен де не жаман Мгм. десең зуылдатып бәрін жазып береді ғой. Сол ғой. Сен де қай қасиетің өзіңе ұнамайды десе бітті, бүкілін жазып береді. А егер жақсы қасиетін жаз десең, ойланып қалады. Қандай жақсы қасиет. Неге ондаймыз деймін да, негативке жақын. Барлық суретті қиып жатсыз ба? Бүкілін тез тез қиып тастаймыз, қазір жабыстырамыз. Иә, барлығын, иә. Бүкіл шығарған суретіңіздің барлығын Мгм. үшкір қалмай Ал- жаңағы овальный қылып қиясыз. Мгм. Жиырма бес жаман жыл болмапты. Әрине. Өте жақсы жыл болыпты. Осыны жылда әдетке айландырыңыз. Рахмет айтып, шүкір етіп, жаңа қадамға да. Мгм. Өте Жай жақсы. ғана жабыстыра салмайды. Сондай рахметіңізді айтып. Рахмет. Беске. Мгм. Керемет сыйлықтар алған шығарсыз. Ал, Керемет иә, сыйлықтар алған шығарсыз. Аттестациядан өттіңіз. иә, содан бастадым ғой, зерттеушіні алу керек болды, алдым. Магистратураның дипломын О, керемет. айлығында қосылды, например. М, Өте көп. Балам диплом алды. О, тамаша. Ол деген үлкен қуаныш қой.
Кубаныч го. Сиздин жетиштигиңиз Шет элге бардык. Стамбул менен Бодрумду көрдүк. Сиздин уулуңуз Америкага барган жокпу? Так. Уулум Америкага барып келди, экинчи уулум. Мунун баары оказывается жаңылык экен ғой. Әрине. Кеше күнү бою обучениеде отурдум да. Үлгеріп атсыз ба? Таңда саат 10-да баштап 9-да әрең аяктатып. Мен өзүм обучение. Ойбай, сол үлгеріп жатсыз ба әйтеуір? Сол балаларды мамаларынын үйүнө келип. Ана үйдө жолдоштун мамаларынын үйүндө кичкентейлер өтө көп да. Бир менен жүгүрүп ойнойт. Мына жакта кичкентай инимдин неси гана, 1 жашар баласы гана. Өзүмдүн кичкентай сиңлим бар, болду. Булар тыптынч. Кеттим мен обучениеге. Жолдошум бара бер деп жибердим. Бакчы. Дұрыс қой, иә. Сіздікі деген үлкен жауапкершілік қой мынау деген. Қалай дайындалып, неше күннен бері? Былтыр легкий түрүн өткөнмүн. Былтыр андай. Сол Инстаграмдагы постоянно көрүп отуратын окурмандарыма өтүп алдым ғой. Сөйтүп, бул кезде отур ол кисилер да осы чатта отур. Ол кезде жай блокнотка сый салганбыз. Кеше бир киши аудиону айтты го, блокнотка да сыйсаңыз да болот, неге жабыштырмасаңыз болот депчи. Сону легкий форматта өзүбүз өз ара сөйтүп жасай салдык. Катты кыйнатпаңыздар, өздөрүңүзгө унайтын блокнот алып, согон жабыштырып көрүңүздөр депчи. Сөйтүп өткүзгөнбүз былтыр. Зумда жасалган жок, просто чатта айтып отурду сабактар аудио менен. Видео сабак да түшүрүлгөн жок ол кезде. Быйыл экен. Мен окуп калдым, 2 сүйлөсүм калды. Сизде канча бар экен? Сіз курсуңуз жылдам ғой тегі. Меники аздау шығар, может, сіздікінен. Мен мында отырмын ғой. Қатты мән беріп ше, бір жер дұрыс болмай қалды. Дұрыс. Шашал десе басалып кетеміз ғой біз. Әр неге 3 суреттен саласыз ба сіз? 3тен аз кетуі мүмкін. Көреміз қазір. Бирок мына бөлүгүмдү мен нактылап сүрөттөр таппай калыпмын десеңиз, толуктуруу жасауга болот. Тек кана осы чыгарылган фотомен кап кетүү деген жок. Бирок эртең осы 1 жыл бою туруу керек. Өткөнү жанагыдай осы ненин ичинде бир январда демалыс күндөрү казбда байкайсыз го, мисалы мына сүрөттөрдү да коссом болот экен го депчи. Косуп коюңуздар, созбай, узакка созбай, осы январдын ичинде болсун айтор. Кийин орундалган армандарыңызды жулуп таштамаңыздар, 1 жыл турсун, 1 жылдан кийин анализ жасайсыздар. Мына орундалды деген сыяктуу да. Бирок основном көп армандар неге дейин орундалып кетет? Көктемде орундалып кетти уже. Осы кыш менен көктемде жакшы орундалат көп армандар. Одан кийин сиздин өзгөрө баштайт, одан кийин армандарыңыз. Адамдын несі, мына арманым орундалса экен деп ойлап отурмун. Баламның. Амин. Магистратурага чет элге дайындалып атыр го. Тамаша. Сонусун косуп койдум антта. Улдарыңызга айтып жасап, менин сиңлим өзүнүн жолдосын жасап коет.
Оған айтпай примерно біледі ғой енді туыласы болғаннан кейін. Сіз енді балаңыздың примерно армандарын білесіз ғой. Сіз балаңызға Иә. бөліп қойсаңыз болады. Кішірек болып. Мен үш баламның да армандарын білемін ғой, олардың арманы менің арманым ғой. Қосып қойдым оларды да шығарып. Болды, болды. Оны семья деген неге окошкаға саламыз ба? Иә, қазір сол жерде саламыз. Қазір мен мына жерде мына суретті жабыстырамын да. Жабыстырмас бұрын мен астына өзіме деген тілектерімді жазамын. Мен өзіме не тілеймін 2026 жылда? Денсаулық, жалпылама да, кейін бөлік бойынша тағы тілектер жазамыз. Сіз 40-қа беріңіз. Жүзе берейін. Мен былтыр неде не болған ғой? Естіліп тұр ма даусым? Аха, естіліп тұр, айта беріңіз. Былтыр менде денсаулықтан проблема болған ғой. Бұл былтыр емес, 2-3 жыл болды уже. Зобқа байланысты ТТГ деген бар ғой, гормондар. Аха. Соларым өте қатты жоғары болып кеткен. Енді ана өлшем бірлік бойынша ТТГ гормоны 2 мен 4-тің арасында болу керек. Высокий 4-ті үлкен кісілерде болады екен, қарияларда. Ал менің ТТГ 100-дің үстіне шығып кеткен. Ойлаңызшы. Оны мен оған қатты серьезность бермеймін, бірақ жаңа врачтардың көздері шығып кеткен, не деген сұмдық мынау деп сөйтеді. Сөйтемін да мен не қыламын, жаңағы эндокринологтар іздеймін. Сөйтіп дәрілерін ішемін. Көмектеспейді ғой, маған көмектеспейді. Сөйтіп үмітімді үземін. Ол 100 деп көрсетіп тұрғаны, ол айтады. 100 ол сізде не болуы мүмкін дейді. Не дейді, знаю. 100 ол біздің аппараттың ең максимальны түрі көрсетіліп тұр дейді да. Саламатсыз ба, қалайсыз? Кірді ме? Ол одан жоғары болуы мүмкін, 300 болуы мүмкін, 1000 болуы мүмкін, белгісіз дейді да, өйткені шкала бойынша сол дейді. Сөйтіп жаңа көктемде де дәрілерін ішемін, өйтемін, бүйтемін. Кейін мен өзімді жаңағы босаттым. Қойшы, ішпеймін еш нәрсе деп ше. Өзім не емі табылады, мен спокойно жүремін деп ше. Мен оны түсініп тұрмын, ондай мүмкін емес қой. Медицинада ол дұрыс емес. Содан психосоматикаға келдім ғой. Жаңағы психосоматикада зобтағы недосказанность, көп нәрсені жаңағы мен ішке сақтай беремін, сыртқа айтпаймын. Соның бәрі түйіліп жинала береді да іште. Тамақта өтпейді да содан. Сөйтіп осы среда күні маған поликлиникадан жаңағы звондайды ғой, скрининг өтуіңіз керек, анализ тапсырыңыз деп ше, общий анализ тапсырыңыз деп. Сөйтіп мен айтамын, давай ТТГ-ларды қосшы, мен тапсырып көрейін деймін да. 1 жыл бұрын тапсырған екен. 1 жыл бұрын тапсырып жақсы қосайын, ақыры келе жатырсыз ғой деп қосып береді. Сөйтіп осы Шымкентке келдім ғой енді мамаларымның үйіне. Келіп жаңағы енеммен қарап отырмын, өзімнің келінім онколог қой, врач. Сөйтіп тапсырып еді, көрейікші деп. Сөйтіп сол өзі ашты да. О, ТТГ-ңыз 57 деп қуанады ғой. Чудо деп соны айту керек, иә? Мен айтамын, мен андай іштей тазарып жатырмын, өзіме проработка жасап ше, жаңағы техникалар сіздерге берген техникаларды. Соның көмегі деп ойлап жатырмын да. Мен мысалы ол арнайы эльтероксин этерік ішіп жатқан жоқпын. Оны маған побочный эффект берді да. Этерік ішкен кезде адам толмау керек екен. Ал мен 12 килограмм салмақ қосып, кішкене салмақ қосып тастадым да. Ойлаңызшы, өзім 47-48 болып жүремін да, и вдруг батыс 60 боласың. Бетің томпаяды, жамбасың кетеді деген сияқты. Сонымен сөйтіп андай врач келінді айтады, сіздің реңіңізде басқаша болып қалған алдыңғыдан деп ше. Проработканы тоқтатпаңыздар, ерінбеңіздер, бар техника ғой сіздерде, жасап тастаңыздар, қолдарыңызда бар. Жаңағы техникада жақсы екен, жаңа бастағандағы техникада ше. Иә, ол қатты ашуланған кезде фокусыңыз, расфокус білмей жатасыз ғой, не істеріңізді білмей, успокоить ете алмай қалады кейде тело ше. Сол кезде жақсы. Бүйтіп қойып мына жабыстырсам, камерамды бұрсам көріне ме екен? Жабыстырып қойдым мен ортасына. Астына жаздым өзіме тілегімді. Астына тілегімді жаздым, жабыстырып қойдым.
Молодец. Сизде. Ал сәтті жыл болсын ал. Сіз үшін. Сиздер үчүн де, Тек ма- мен үчүн эмес, сиздер үчүн, сиздер деп. Ар ким өз арманы менен келип отур го бул жерге. Иә. Бұйырсын, бұйырсын. Рахмет, Орындалсын арман. орундалады. Пендешілікке салынып кетеміз ғой, бәрібір пендешілік басым ғой бізде деймін да. Әйтпесе деген Құдайға шүкір ғой өміріміз деймін да. Шүкүр, иә. Сонда да пендешілікке салынып анау материалдық жағдайымызды жасағымыз келеді. Иә. Әйтпесе деген Биринчи адам. Иә. Каждый күніміз Құдайға шүкір екен ғой деймін да. Жаңағы техник 25-ке рахмет жаз дегеніңіз прям мені ше бір тошкын бас жіберді ғой деймін. Түк жок болуп туруп бар экен ғой деп не кылдыңыз ба? Жоқ, жыламау керек екен да. Дедім да. Құдайға Иә. шүкір ғой. Көпүрлүк этпей Қанша керек дейді ғой. Көпүрлүк этпей керек. Иә, қанша нәрсе болыпты ғой деп ше. Кийин копуга кандай өздөрү жазатын шығар. 2027-де отырамыз. Құдай қаласа келесі жыл, ровно бір жылдан кейін. Құдай қаласа. Анан Келесі 27-нің 29-на дейін, иә, бүгінгі күнге дейін тұру керек қой. иә. Тұру керек, кейін новыйын жасаймыз да. Құдай қаласа сол кезде бәріміз осы группада отырған бәріміз ой, менің 100% орындалды деп отырайық. Қырықтыңыз ба, апай? 40 болып, тілегім жазып, ортасына фотоны жапсырып қойдым. Енді не істейін? Енді ана байлық зонасы бар ғой жоғары жақта. Сол жақта, жоғары жағында бұрышта байлық зонасына. Жаңағы көлік алғыңыз келсе, мен көлік алдым маркасын жазып жазасыз, иә, өзіңіз сол жерде байлыққа байланысты. И табыс көзіңізді, мысалы, қазір сіз данный момент қанша айлық алып отырсыз, соны 3-ке көбейтесіз да, сол сумманы жазасыз. Қазір 100 тұрмын, миллион, жазып алайын. 100 миллион деп жазбаңыз. Просто нені жазыңыз. Жаңағы, не аты? 3-ке көбейтіп зарплатаны, иә? Көбейтіп жазыңыз, иә. Өйткені біздің ми жаңағы оның бәрін қабылдай алмайды. Ал 3 есе көбейтсек, ол қабылдай алады. Тезірек орындалады да. Кейін оны қайтадан 3-ке көбейте бересіз, сол неге жеткен кезде. Аха. Гүлдан апай, Гүлдана, богатство, жаңағы машина, көлік алғың келсе дедіңіз ғой, соның то же самый тілек астына тілек жазып, сосын барып үстіне жапсырамыз ба? Иә. Барлығы сондай, иә? Барлығы сондай. Мысалы, денсаулық болса, денсаулықтың астына менің 100 денім сау деп әр тілекті сізде ақбатмын ғой, соған жабыстырасыз. Хорошо, мен түсіндім. Бұрындары, мысалы, біз дика жасап жүр екен ғой деймін да, бәсе неге орындалмайды тілегім деп. Вообще ондай білмеген. Бірінші богатстводан бастаймыз, иә? Өзіңіздің жабыстырып болғаннан кейін, және тағы неге қарап жіберіңіз, богатство бастаған кезде суретіңізді прям бірінші нені қалап тұрсыз, соны прям суретке тақап жабыстырасыз, ал сияқты. Прям тақап жабыстырасыз. Мен көрмеймін. Қайсы қалай? Мына богатство бөлігі ғой, соған Иә. жабыстырасыз прям тақап. Келесін бір-бірінің үстіне прям жабыстырыңыз қаттырақ. Бірінің үстіне бірін жабыстыра беруге болады, иә? Мысалы, мынау крайность бітті ма, жабыстырылып бітті ма, екіншісін жабыстыру керек қой. Екіншісін жабыстырған кезде мынаған бүйтіп жабыстырып жасасаңыз жақсы да, былай, қайсына. Ортасында не қалмау керек, иә, мынандай? Зазор қалдырып, біреулер ашып қалдырады дейді, ашпаңыз деп, бір-бірінің үстіне бірін жабыстырып кете беріңіз. Все, түсінікті. Мен сөйлей берейін, сіз жабыстыра беріңіз. Мынау арманында жаңағы ақшаға келгенде, көлікке келгенде
уже алып койгандай жазыңыздар. Мисалы менде Toyota канча RAV4 2024 менде алдым. Ак түсте деген сыяктуу. Мен примерно айтып жатырмын. Одан кийин Алдым деп жазылып алдым деп уже алып койгон сыяктуу. Одан кийин Ага. нені жаңа айлықтарыңызды айтып жатырмын ғой, айлық табыстарыңызды. Мысалы, менің бір айлық табысым 3 есе көбейтесіз қанша? Мысалы, қазір 500-ім ба, үшке көбейтсем 1,5 миллион ба, 1,5 миллион теңге. Мысалы, біреулерді 1 миллион болуы мүмкін, 1 миллионды 3-ке көбейтсе 3 миллион теңге деп та. Кейін сол 3 миллионға жеткеннен кейін сіз тағы 3-ке көбейтесіз. Оған дейін пока оны алып тұрақты болғанмайынша сіз сол сумманы ғана сұрайсыз. 100 миллион доллар хочу деп жазбаңыздар. Оның бәрі біздің миымыз оған оны Дайын. істемейді бәрібір, иә. Одан кейін саяхатқа, мысалы, қай жаққа саяхаттағыңыз келеді? Париж ба, Нью-Йорк па? Мен Нью-Йорк қаласына бардым, өте керемет әсер алдым деп ше. Мгм. Мысалы, денсаулық бойынша, мысалы біреулер тістің суретін қояды, иә. Мен биыл тісіме жаңағыдай осындай жасадым, тісімді емдеттім 100%-ға, емін алдым деп жазасыздар. Карьера, жаңағы 4 не бар ғой, бөліп тұр ғой, мен қазір презентацияны ашып қарастай көрсетейін сіздерге. Мына жерде бөліктер бойынша байлық зонасын жабыстырып болдыңыз ба? Әр зонаны сөйтіп жабыстырасыз. И қазір Аха. бір нені айтып кетейін. Бәрін жабыстырып боласыз ғой қазір. Жабыстырып Аха. болғаннан кейін қазір 1 минуттан Прям мимен кіріп кетеді екенсің, ана жабыстырып жатқан кезде, жазып жатқан кезде. біздің картамызды активировать етуіміз керек та. Активировать ету үшін мен мына картаның бәрін жабыстырып боламын ғой. Содан кейін мынаның арманның картасының ішінде мен қайсысын лезде жасай аламын данный момент, мысалы осы бір-екі аптаның ішінде. Мысалы, гүлма, маған мысалы гүл оңай, иә, гүлді аламын. Немесе фитнеске барамын деп тұрмын, ковригім жоқ па? Мен мысалы ковригім бар, мынандай киімім жоқ, иә. Осындай киім аламын. Мысалы, киімді, иә. Осының ішінде дәл қазір сіз мына жерде универдің ішінде кофе тұрмын ба? Бар, кофемді аламын деген сияқты активация жасауымыз керек картамызға. Түсінесіздер ма? Мына картаны талып алуым керек, бір-екі нәрселер шықпай ұмытып кетіппін. Қалып кетіпті. Оны қалай жасаймыз? А? Оны қалай жасаймыз? Активировать етеміз, қалай? Міне, сіз қазір полный картаңызды жабыстырып боласыз ғой. Жабыстырып болғаннан кейін картаңызға полный қараңыз. Данный момент осының ішінен мен қайсысын қазір барып сатып аламын? Иә? Мысалы, байлық зонасына қараңыз. Байлық зонасы өте крупный суммалар болып тұрса тиіспейміз. Денсаулық зонасына қараңыз. Жаңағыдай, қай зонада сіздің табысыңыз дәл қазір кішкентай болса да, мысалы, гүл болса, барып кішкентай болып кетті, гүл әкеліп қойсаңыз болады үйіңізге, да, солда карта уже жұмыс жасай бастайды деген сөз. Мен мына фитнесте болатын көріп тұрғанда өзім ойлап отырмын, ана киімді алу керек екен деп та. Өйткені мен оны жоспарлаған жоқпын. Оны мысалы өзіме ұнаған суреттерді алып жабыстырдым ғой, енді менің армандарым ғой. Одан кейін дәл осының ішінен өзіңізге тиімді емес, қазір дәл қазір сатып алуға болатын нәрсені алып сатып алып өзіңізге қолданасыз. Мысалы, фитнес киім алатын болсам, мен оны өзіме обязательно қолданамын ғой, и качественный жақсысын аламын, иә. Сол сияқты алып активация жасайсыз. Одан кейін біз саяхат бар ғой, мысалы, қазір біз данный момент саяхатқа шығып келе алмаймыз ғой. Сол себепті сондай кішігірім нені жасауымыз керек, активация жасауымыз керек. Доступный, қайсысы доступный, соны алып қою керек, иә. Например, мен гүлдің үйге домашний гүл алып қойсам бола ма? Болады. Бар ма ол сіздің карта желанияңызда? Карта желаниямда гүл бар, бірақ прям алам деген ой жоқ қой. Бірақ бар да, соны ойлап отырмын. Жоқ, алам деген ой болмаса да карта желанияңызға сол гүл түссе, уже соны ала саласыз үйіңізге и қойып қоясыз. Ол активация деп айтамыз. Анау болды. бір не болу керек та, бір андай. Біз от жағатын кезде кішкене жаңағы сіріңке дей ма, кеуірт дейміз кейде, иә, спичка бар ғой, соны жағып жүргенде полный бәрі жағу үшін соны жағуымыз керек қой, бастапқысын. Сол біздің бастапқы неміз, арманымыз. Ары қарай жағу үшін.
Мгм. Болду, онда Енді- башка фишка айтпасаңыз, онда мен өзүм Мгм. болот Иә. да, шығат, Мгм. сөйтіп өзім Иә, жеке иә, жапсыра берсем. иә. Сосын бар ғой, мына немді жапсырып аткан ватманды бар ғой, сіз айттыңыз ғой, бұрыш болмау керек деп, осылардың барлығының ұштарын бүйтіп овальный жасай салдым. Это не страшно, да? Это нормально, да? болады, иә, Бола иә. береді, Болады, болады, все, иә. все. Именно жабыстырып жатқан армандарыңыздың ұшы болмаса болды, ұшы шығып тұрмаса болды, иә. И тағы да кейін толықтырулар керек болатын болса толықтыра бересіздер, ол қатып қалған заң жоқ. Енді 1 жылдан кейін емес, 2-3 айдан кейін емес, осы 1 айдың көлемінде толықтыру енгізуге болады. Бірақ 1 айдың ішінде бір арманыңыз орындалып кетсе, оны жұлып тастамайсыздар, тура солай қала берсін. 1 жыл бойы тиіспейміз. И активацияны айттым, болды, осылай жасалынады. И көзге көрінетін, сіздің көзіңізге көрінетін жерге іліп қоюыңыз керек. Басқалардан қысыламын деп жатқан бар, чатта жазып жатқан кісілер, иә, мен үйде қонақтар көп келеді, шкафтың есігі бар, шкафтың есігіне жабыстырсаңыздар болады. Мен сіңлімнің бөлмесінде отырмын қазір, мысалы шкаф болса, осы шкафтың көрінбейтін бөлмеге ұялады ғой, мына жеріне жабыстырып қойсаңыз есік, ішкі жағын. иә, ішкі жағына жабыстырып қойсаңыз болады. Или киімнің арт жағына бар ғой, вешалка ілініп тұрады, арт Иә. жағына сол жаққа жабыстырып қоюға да болады. Мгм. Болды ма? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар бар болса қойыңыздар. Жоқ, менде сұрақ жоқ. Мен осыны өзім сіздің жіберген ана неңізге қарап отырып, каждыйның артына жазып отырып, мен кайфпен жасайын енді. Иә, түсіндіңіз ғой, иә, бірінші арман қай пунктке келесіз, мысалы жоғарыда байлықты өтіп кеткен шығарсыз, одан кейін карьера ма, карьерада сіз қандай қалайсыз, соны жазыңыз. Карьерада да жаңағыдай жеңіл өтіп жатыр, маған бәрі оңай келіп жатыр деп ше, бар жақсылығыңыз, өзіңізге не тілегіңіз келеді, соны жазасыз әр пунктке қарай. Денсаулық, Осы шақта, иә? иә, Осы шақта, иә? иә, уже болып қойған сияқты, болып қойды уже, менде бар, менің денім сау, менің денсаулығым Алдым мықты. деп, иә? Иә, мен жаңа керамикама нені цирконий тіс салдырдым, тісім әппақ деп сөйтіп жазуыңыз керек. Салдыртам деп емес, салдырдым деп. Аха. Ол андай екен, болашақта қалып кетеді екен. Мысалы, менің жолым өмір болмайды, мен алайын деп, жоқ, ондай емес, сіздер не алып жатырмын. Мысалы, мен ертең емес, мындай бар ғой, болашақта келетін сөз айтамыз ғой біз, оған жетпей қалады екенбіз да, саған сол состояние келеді екен. Егер сол уже ойлағандай қылып алып келсеңіз, сізді сол күйге алып келеді екен да. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, сіз айтасыз ғой, жаңағыдай, мен неге барғым келеді деп, мысалы, Парижге барғым келеді деген состояние бар ғой. Сіз барғым келеді десеңіз, сол келедпен тұра бересіз. Келеді, әйтеуір бір күн келеді деп ше. Сөйтіп ол сол арманды орындай береді да. Мен Парижға бардым десеңіз, ол соған жұмыс жасайды уже. Әлем соған жұмыс жасайды. Все түсінікті. И зарплатаны 3-ке көбейтіп жазамыз. Иә. Менің зарплатам Дәл қазір осындай. жан жақтан келіп жатыр ғой, мысалы біреулер келіп пособиядан түседі, мысалы үйде отырған ханымдар болады, күйеуі беріп қалады, мысалы аймамай тұрақты, мысалы маған жолдасым аймамай тұрақты табыс жаңағы несінен үйге продукты беріп тұрады, мен соны қосамын, өзім табысымды қосамын, онлайн табысымды қосамын, соны 3 есе көбейтемін. Түсіндіңіз ба? Сізде де басқа жақтан келуі мүмкін ғой, данный, сіз білмей Иә, тұрсыз, иә. мысалы оны есептемей тұрсыз да, сіз нақты бір ғана айлығыңызды есептеп тұруыңыз мүмкін, сізде дополнительно басқа жақтан да келетін, мысалы ұлыңыз стабильно 100 мың беріп жатыр ма, немесе стабильно біреу беріп отырса аймамай, сол сумма уже сізге айына есептейсіз да, қанша болды, мысалы 500 мың теңге жетіп қалды ма, немесе 600 мың теңге жетіп қалды ма, тура сол сумманы 3-ке көбейтесіз, болды. Анау келіп жатқан күйеудің беріп жатқан немесе басқа біреудің беріп жатқанына ақшалардың бәрін стабильно болса, мысалы 1 ай беріп 1 ай бермесе, ол есептелмейді. Стабильно беріп тұратын болса, мысалы айына мынанша тамаққа беремін деп коммунальный услуганы да төлеп тұратын болса, мысалы сіздің үйіңізде, иә, сіз оны да қосып қоясыз. Мысалы ұлыңыз бәрін төлеп отыратын болса, мысалы осы айда услуганы келесі айда жыл болды уже ол сол төлеп келе жатыр десеңіз, сіз сол сумма сізге, оған сіз расход шығарып жатқан жоқсыз ғой, сізге келіп жатқан нәрсе ғой, сонда қосып жазасыз да, полный суммаңыз келіп жатқан доходыңызды қосып барып 3-ке көбейтесіз. Сонда, например, осындай ол бәрін қосқан кезде 1 миллион шықса, менің айлық табысым 1 миллион деп жазам ба? Жоқ, егер Астына оны. сіздің балаңыздың алып келіп жатқан табысы,
үйгө кирип атыр ғой, сол бар табыстардын баарлыгы 1 миллионга жетип калса, сиз 3кө көбөйтөсүз. 3 3 миллион. миллион деп. Иә. Сиздин калтаңызга түсүп атса айма-май, мисалы сиздин улдарыңыз жумуш жасайтын болса, сизге табысты әкелип берип атса, сиз аласыз да, мисалы онун баарынын суммасын косасыз, 3 миллион болот, 1 миллион болатын болса, 3кө көбөйтөсүз, 3 миллион. Сонда сиздин балаларыңыздын да табысы артып, одан сайын артуу мүмкүн да, артып келет сизге. Жок, туристтин атына не деп жазам? Менин айлык табысым осындай деп па, например. Маган колмо-кол айылга 1 айда алатын, колмо алатын табысым, таза табысым 3 миллион теңге деп жазасыз. 3 миллион теңге алдым, табыс таптым. Алдым деп. Иә, табыс таптым деп сөйтүп жазасыз. Уже топ болгон сыяктуу. Рахмет. Түшүндүм. Тагы сурак болсо жазам, Иә, группага. чатка жаза бериңиздер, міндетті түрдө кері байланыс берем го. Қазір мына видеолорду сактап, чатка сразу жиберип тастайм. Жакшы, Рахмет сизге. назарларыңызга рахмет. Рахмет. Сакталды, надеюсь.